Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 8-ші сынып биология сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы дара жарнақты және қос жарнақты өсімдіктер класстарының белгілерін сипаттау. Осы сабаққа негізделген оқу мақсаты дара жарнақты және қос жарнақты өсімдіктерді негізгі белгілеріне қарай ажырату. Балалар, экранда ой түрткі сұрақтары берілген. Гүлді өсімдіктерді жүйелеуде басшылыққа алынған белгілер не деп ойлайсыңдар? Жер бетінде қай класс өсімдіктері кең таралған болуы мүмкін және себебі неде? Сендердің экранда берілген сұрақтарға ойланып, жауап іздеп отырғандарыңа сенімдімін. Балалар, осы ой қозғау сұрақтардың жауабын біз бүгінгі сабағымыздың барысында тауып көрейік. Балалар, гүлді өсімдіктер немесе жабық тұқымды өсімдіктер дара жарнақтылар және қос жарнақтылар болып екі классқа бөлінеді. Дара жарнақты өсімдіктерге астық тұқымдастары, жүгері, бидай, лалагүл тұқымдастары, қызғалдақ өсімдіктері жатады. Және дара жарнақты өсімдіктердің 73 мыңнан астам түрі бар екен. Қос жарнақты өсімдіктерге күнделікті тұрмыста қолданатын қызанақ, асқабақ, үрмебұршақ, күнбағыс және раушангүл тұқымдастары жатады. Және қос жарнақты өсімдіктердің 177 мың түрі кездеседі екен. Ал енді біз балалар дара жарнақты және қос жарнақты өсімдіктерінің тұқымның құрылысына тоқталайық. Тұқым жатынның тұқым бүршігінен дамиды. Тұқымның құрылысы тұқым жарнағына қарай ажыратылады. Тұқым жарнақ құрамында қоректік заттары бар ұрықтың бір бөлігі. Дара жарнақты өсімдіктердің тұқымның құрылысы ұрық қалыптасқан, ұрықта алғашқы тамырша, алғашқы сабақша, бүршікше өсіп жетіледі, және тұқым жарнағы болады, және кең көлемді эндосперм болады. Эндоспермде қоректі заттар, крахмал, нәруыз, май жинақталады, және тұқым қабығы болады. Ал қос жарнақты өсімдіктерде, дара жарнақты өсімдіктер секілді ұрық қалыптасқан, алғашқы тамырша, алғашқы сабақ, бүршікше өсіп жетіледі, тұқым қабығы болады, және екі тұқым жарнағы болады. Дара жарнақтылар мен қос жарнақты өсімдіктерінің тұқым жарнағындағы ерекшеліктер дара жарнақтыларда бір ғана тұқым жарнағы болады, ал қос жарнақтыларда екі тұқым жарнағы болады. Ал енді балалар, осы екі кластың тамыр жүйесінің типтеріне тоқталайық. Дара жарнақты өсімдіктердің тамыр жүйесі шашақ тамыр болып келеді. Оларда негізгі тамыр көрінбейді және нашар жетілген. Және тамырлар шашақталып келгендіктен біз оларды шашақ тамырлар деп атаймыз. Ал қос жарнақты өсімдіктерде тамыр жүйесі кіндік тамыр болып келеді. Оларда негізгі тамыр жақсы жетілген. Жапырақтардың жекеленуіне тоқталатын болсақ, жапырақтардың жекеленуінде дара жарнақтыларда доға тәрізді және параллель жүйкелі болып келеді. Ал қос жарнақтыларда торлы қауырсынды, торлы саусақ салалы болып келеді. Торлы қауырсын тәрізді жүйкелену кезінде жүйкелер құс қауырсынына ұқсас кескін түзеді. Үш немесе одан да көп ірі жүйкелер алақан мен саусақтары сияқты орталықтан жан-жаққа таралса, торлы саусақ тәрізді деп аталады. Жапырақтардың типтеріне тоқталатын болсақ, дара жарнақты өсімдіктердің жапырақтары жай жапырақ, оларда күрделі жапырақ болмайды. Ал қос жарнақтыларда жай жапырақ және күрделі жапырақ болады. Күрделі жапырақтарда тақ қауырсынды, күрделі саусақты, жұп қауырсынды және үш құлақты болып келеді. Дара жарнақты және қос жарнақты өсімдіктерінің гүлінің құрылысы дара жарнақты өсімдіктерде тостағанша жапырақшасы болмайды, өздерін көріп отырғандай, тек күлте жапырақшасы ғана болады. Сондықтан біз оларды жай гүлсерікті деп атаймыз. Ал қос жарнақты өсімдіктерде күлте жапырақшалары да тостағанша жапырақшалары да болады. Сондықтан біз оларды қос гүлсерікті деп атаймыз. Ал гүл бөліктеріне келетін болсақ, дара жарнақтыларда гүл бөліктері 3 немесе 2 еселі, ал қос жарнақтыларда 4 немесе 5 еселі болып келеді. Дара жарнақтыларда өткізгіш шоқтар сабақтың бойымен шашыраңқы орналасқан. Ксилема ішке және флоема сыртқа қарай қалыптасады. Ксилема мен флоема арасында өсімдіктің өсуін қамтамасыз ететін камбий болмайды. Камбий болмағандықтан өсімдік жуандап өсе алмайды. Сондықтан сабақтарында жылдық сақиналар бар сүрек болмайды. Қос жарнақтылардың өткізгіш шоқтары шеңбер түзіп орналасқан. Түтікшелер әрдайым ішке қарай және сүзгілі түтік сыртқа қарай бағытталған.
Бұлардың арасында өсімдіктің жуандап өсуіне мүмкіндік беретін камбий қабаты болады. Сондықтан өсімдіктердің көпшілігінде жылдық сақина қалыптасады. Дара жарнақтылар және қос жарнақты өсімдіктердің тіршілік формасына келетін болсақ, дара жарнақты өсімдіктердің тіршілік формасы шөптекті және бұталар болып келеді. Ал пальма ағашы ағаш текті, бірақ олардың сүрегі болмайды. Қос жарнақты өсімдіктерде шөп тектес, бұта тектес және ағаш тектес болып келеді. Балалар, біз бүгін сабақты қорытындылау мақсатында тапсырмаларға назар аударайық. Бірінші тапсырма. Гүлді өсімдіктердің 2 класына сәйкес белгілерді негізгі айырмашылықтарына қарай орналастырыңыз. Балалар, мына кестенің астында суреттер берілген. Осы суреттерге қарап отырып, жанындағы сандарды кесте бағандарына орналастырамыз. Балалар, тапсырманы тексеріп көрейік. Тұқымындағы тұқым жарнағының саны дара жарнақтыларда 1, қос жарнақтыларда 2. Тамыр жүйесінің типтері дара жарнақтыларда шашақ, қос жарнақтыларда кіндік тамыр. Жапырақтардың жекеленуі дара жарнақтыларда доғалы және параллель. Қос жарнақтыларда тор қауырсынды, тор саусақ салалы. Гүл бөліктерінің еселенуі дара жарнақтыларда 3 немесе 2 еселі, қос жарнақтыларда 4 немесе 5 еселі. Камбий мен сүрегінің болуы дара жарнақтыларда камбий болмайды, қос жарнақтыларда камбий болады. Енді балалар, екінші тапсырмаға назар аударайық. Берілген нұсқаларды пайдаланып, дара жарнақты және қос жарнақты өсімдіктерінің дұрыс жауабын анықтаймыз. Балалар, тапсырманы тексеріп көрейік. Қос жарнақты өсімдіктердің тұқымында қоректі қор заттар эндоспермде болады. Балалар, дұрыс емесе, ол дара жарнақтыларда болады. Қос жарнақты өсімдіктердің жапырақтары торлы қауырсын тәрізді жүйкелену кезінде жүйкелер құс қауырсынына ұқсас кескін түседі. Балалар, дұрыс, ақиқат. Қос жарнақтылар класында өсімдіктердің 73 мың түрі бар. Жалған, өйткені дара жарнақтыларда 73 мың түрі бар. Дара жарнақты өсімдіктерінің гүл бөліктерінде күлте жапырақшаларының саны 2 немесе 3 еселі. Ақиқат. Дара жарнақты өсімдіктерінің сабақтарындағы өткізгіш шоқтары шашыраңқы болып келеді. Дұрыс, ақиқат. Балалар, бүгінгі біз сабағымызда дара жарнақты және қос жарнақты өсімдіктердің белгілерін сипаттап, айырмашылықтарын ажыратып, анықтадық. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.